Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Бүгін мен сіздерге энергетикалық сусындардың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Қаладағы күнделікті қарбалас көп адамды тез қажытады. Мұндайда олар сергек болудың ең оңай әрі қолжетімді әдісі энергетикалық сусын ішу деп біледі. Шын мәнінде осы бір сусындар қуатыңызды арттырып күш бере ме, пайдасы мен зияны қандай? Шөлінді басып қуатына қуат қосатын сусынның жарнамасы қазір жер жарады. Ал дүкен сөрелерінде сусынның сан түрі саудаланып жатыр. Жарнамаға алданған бұндай сусындарға қызығушылық көп. Негізінен Red Bull, Dizzy, Gorilla тағы басқа сусындардың бір құтысын ішсеңіз, шаршағаныңыз кеткендей көрінгенімен ұйқы қысу процесі басылады. Бірақ энергетикалық сусындардың зиян екендігін естісек, нақты қандай дертке шалдығатынын біле білмейміз. Энергетикалық сусындардың құрамында кофеин жүйке жүйесін әсер етеді. Оның әсері 3-5 сағат сақталады. Бұдан кейін ағзаға демалыс қажет. Сонымен қатар кофеин адамға тез әуестенеді. Және де жүрек аурулары бар немесе гипертониямен ауыратын адамдар энергетикалық сусындарды тұтыну құпталмайды. Смузидің пайдасы мен зияны. Соңғы жылдары жасыл өсімдіктерден жасалатын смузи және коктейльдер салауатты өмір салтын және диета ұсынатындарға арасында өте танымал. Түрлі жасыл смузилар танымал жеміс шырындарына айналуда. Статистикаға сәйкес адамдардың көпшілігі өз денсаулықтарын және дене формаларын жаңадан жасалған смузиді күнделікті тұтыну арқылы жақсартады. Жасыл смузидің рецепттерін диета және салауатты өмір салтын ұсынатындар интернет арқылы бір-бірімен алмасып отырады. Жасыл смузидің негізгі компоненттері жасыл көкөністер, тұқымдар, дәндер, балдырлар жатады. Олар магний, кальций, темір, калий, С дәрумені мен адам денсаулығына қажетті өзге де пайдалы заттарға бай болып табылады. Смузидің ағзаға тигізер пайдасы. Сусындар дәрумендер мен клетчатка көп, соның арқасында ас қорытуды қалпына келтіреді, ағзада токсиндерді сыртқа шығарады, иммундық жүйені нығайту, ұйқыны қалпына келтіру, жадыны жақсартуға көмектеседі. Жеміс көкөніс қоспаларын мерзімде түрде тұтыну өзіңізді барынша күш-қуатқа толы болғандай сезінуге және аз шаршауға мүмкіндік береді. Қоспаны бір стақаны ертеңгілік асқа, жүрек жалғауға немесе кешкі асқа арналған толыққанды, дәмді және пайдалы порция. Оның құрамында қоректік заттар өте көп және ол көпке дейін тойдырады. Шырын. Шырынды әртүрлі жастағы балалар жақсы көреді. Қаптамасы да ыңғайлы, әрі көз тартады. Осымен шырындардың барлық артықшылығы аяқталды деуге болады. Бір стақан шырынның құрамында 5-6 шай қасық қант бар. Шырында еріген қант біртіндеп қанға сіңіп көмірсу алмасуын бұзады. Американың педиатр академиясы шырынның орнына жеміс-жидек жеуге кеңес береді, немесе жаңа сығылған шырын, ал ең дұрысы смузи ішкен дұрыс. Сүт тағамдарынан қымыз, шұбат, құрт, ірімшік, қатық, айран, май тағы басқа күнделікті пайдаланамыз. Бұлардың барлығының да адам денсаулығына тигізер пайдасы мол. Сүт басқа ешқандай азық-түлікке тең келмейтін аса бағалы тағамдық өнім. Өйткені организмге оның құрамда бөлігінен 95-98% сіңеді. Сондай-ақ сүт амин қышқылдарынан макро және микроэлементтері, витаминдерінен таптырмайтын көзі. Сүт және оның өнімдерінің құрамында жеңіл сіңетін құраушылар бар. Олар бізге кальций дәрумендері, В2, В1 сияқты көптеген басқа қоректік құндылықтарды жеткізеді. Айран сиыр сүтінен әзірленеді. Қаттыққа қарағанда сұйық болады. Айран шөл басуға таптырмайтын сусын. Гипертонияға шалдыққандар күніне 2 рет тамақ ішкеннен кейін жарты сағат өткенде бір кесе айранды асықпай баптап ішетін болса, бірнеше күннен кейін қан қысымы төмендеп өзін жақсы сезінетін болады. Сондай-ақ ұйқы қашқанда жатар алдында бір кесе жылы айран ішсе, оның жақсы ұйықтап шығуға әсері мол. Кофенің пайдасы сергітеді және жұмыс өнімділігін арттырады. Ол кофенің ағзаға әсер етуіне байланысты көптеген ғалымдар кофенің есте сақтау қабілетін арттырып, көңіл күйді көтеретінін айтады. Сонымен бірге кофеин ағзадағы метаболизм процесін жылдамдатады. Мысалы,
Кофеин арық адамнан бойындағы 29% майды ыдыратады екен, ал толық адамдарда 10%. Осы ыдыраған май жасушалар ағзаға қосымша энергия көзі ретінде пайдаланады. Кофе жаттығудан кейін бұлшықет ауруын басады, күйзелістен құтқарады, бауыр асқазан ауруларын алдын алады. Сондай-ақ 489.706 адам қатысқан тағы бір зерттеуде күніне 4-5 шынаяқ кофе ішетін адамдардың асқазанында қатерлі ісіктің пайда болу қаупі 15%-ға төмендегені анықталған. Диабет ауруларынан құтқарады. Кофе қан құрттан қорғайды. Кофенің зиянды жағы да бар. Зиянды жақтары ұйқысыздыққа шалдықтырады. Кофені көп ішкен жағдайда сергіту әсерімен бірге ұйқысыздыққа шалдықтырады. Себебі кофені ішкен соң ол 15 минуттан кейін ғана ағзаға әсер етіп, 6 сағатқа дейін белсенді болады. Егер ұйқыңызды қанғанын қаласаңыз, түстен кейін немесе ұйықтар алдында 2-3 сағатта кофе ішпеңіз. Кофе дәріге әсер етеді. Егер қандай бір дәрі қабылдап жүрсеңіз, дәрігердің оны кофемен бірге ішуге болатынын, болмайтынын туралы сұрап алыңыз. Ана болу мүмкіндігін азайтады. Кофе тәтті құмарлыққа әкеледі. Кофе ішкен адамдар жеміс шырынынан газдалған немесе өзге де тәтті сусындарды ішуге құмартып тұрады екен. Олар тәжірибеге қатысушыларды 2 топқа бөліп, бір топқа бірнеше күн бойы кофе ішкізген, екіншісі ештеңе қабылдамаған. Нәтижесінде бірінші топтағылар күніне 419 мл, екіншісі 273 мл ғана тәтті сусындар ішкені анықталды. Кофенің денсаулыққа пайдалы және зиянды жақтары бар екенін естен шығармаңыз. Сондықтан ғалымдар күніне 300 мл ғана кофеин қабылдауға кеңес береді. Ол шамамен 3-4 шынаяқ ұнтақталған кофе немесе 5 шынаяқ ерігіш кофе. Сондай-ақ, егер сізде асқазанда немесе қан қысымыңыз жоғары болса, кофеден мүлдем бас тартқаныңыз дұрыс. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.